Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін біз осыны итальяндық маргарита пиццасын дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтке бір қасық жарым ашытқымызды салып, одан кейін бір қасық қантымызды салып, бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң дайын қамырымызға тұзды салып, оның үстіне жаңағы ашытқымызды салып, қамыр илейміз жұмсақ. Қамырымыз біркелкі болып бірігуі қажет. Біріккеннен кейін оның үстіне зәйтүн майын құйып, осылай қолымызбен тағы да илейміз. Қолымыз қамырға кіруі қажет, осылай кіргізіп илеуіміз керек. Қамырымыз біркелкі, жұмсақ, және де қолға жабыспайтын болуы қажет. Эластичный деп айтады ғой, сондай болу керек. Жылы жерге 30 минутқа қоямыз да, кішкене көтерілген соң пергамент қағазына осылай қолымызбен пиццаның формасын келтіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен ешқандай сұйық май, ешқандай ұн пайдаланған жоқпын, қолға жабыспайды. Осылай жайып аламыз. Жағына бортикке қалдырамыз пиццаның. Бортикке қалдырмасаңыздар да болады. Менде бұл жерде 30 диаметрлі бір пицца шықты. Асықпай, жұқа қылып жаюларыңыз қажет. Қамырларыңыз қалың болмауы керек. Жайып болған соң, оның үстіне мен мұнда томат жағуға болады. Менде мұнда кетчуп болды. Одан кейін моцарелла сырын, ірімшігін қойып, кез келген ірімшікті пайдалансаңыздар болады, бірақ ең дұрысы моцарелла сыры. Одан кейін қызанағымызды қойып, қаласаңыз шұжық салсаңыздар болады. Ең жоғары температурада онымен пісіріп аламыз. Ас болсын.